Жақсыларыңыздар ма балалар? Қалжақтайларың қалай? Ал енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыз математика сабағы, яғни есеп сабағы. Бүгінгі біздің есеп сабағымыздың тақырыбы менің отбасым, қосамын және азайтамын. Балалар, біздің отбасымыз бар ма? Бар ма? Кімнің бар отбасында? Атап өтейікші. Дауыс шығарамыз. Мама, әке, іні, қарындас, әпше. Яғни балалар, біздің атағандарымыз бұл барлық біздің отбасымыз. Отбасы мүшеміз, балалар. Отбасы мүше болғаннан кейін біз өз отбасымызды жақсы көреміз ба? Ал енді балалар, суретте не байқап отырмыз? Анамыз не істеп отыр? Не тербетіп отыр? Бөпемді еске салып. Бұл біздің кіші отбасымыз. Яғни кішкентай мемлекетіміз. Келесі бізде әкеміз не істеп отыр екен? Домбыра тартып отыр екен. Дұрыс айтасыңдар. Бұл да біздің әкеміз, асқар бауымыз, отбасымыздың тірегі. Дұрыс па балалар? Келесі ата біздің үйіміздің несі? Берекесі. Үйде атамыз, апамыз бар ма? Жақсы көреміз ба атамызды? Тамаша. Яғни балалар, біз атаған ана, әке, ата, әже дегеннің барлығы біздің отбасымыз. Біз өз отбасымызды жақсы көруіміз керек екен балалар. Ал енді отбасыға байланысты балалар, мен сіздерге қысқаша ғана тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындау арқылы отбасымызда қанша мүше тұрады? Есепті шығарамыз. Дұрыс па балалар? Яғни суретте қарайсыңдар. Суретте, мысалы мына бізде альбом деп айтылады. Яғни сіздерді үйлеріңде өздерің мамаларымен, папаларымен, отбасымен түскен естелік суреттерді біз қайда сап қоямыз? Альбомға сап қоямыз. Дұрыс айтасың. Яғни сол альбомда неше сурет бар? Мына санаймыз, сурет жазамыз және мерген қанша альбомның суретін жақсы көру керек. Жақсыларымызды санап, мерге есеп шығарамыз. Түсінікті ма? Мына инабаш пен бақытбек осыны шығарады. Айшалар, сендер шығарасыңдар. Зере, мына есепті жазамыз, сендер қалам беремін. Ал сендер мына есепті отбасы мүшесіне қарап жазасыңдар. Ал Айжұлдыз және Аққараны. Мына тұрамыз орнымызға. Келеміз, тапсырманы орындаймыз. Отыра берсін, тек орындаймыз. Яқа келеміз. Тұрау, яқа есепті жаз. Жаза бер, қазір қалам беремін. Күнде қалам жоқ, маған бір ауыз айтасыңдар. Сенде қалам жоқ. Ал? Иә, жаза бер, жаза бер. Наяқты мен? Мына есепті жазамыз. Дұрыс. Есептеп жазамыз. Есептеп жазамыз. Қасыдырын жазамыз. Қанша сурет бар? 2 баланың суреті бар. Дұрыс. 2 де жазамыз. Дұрыс, жаза береміз. Дұрыс. Есептеп, есептеген. 2 бала, дұрыс. 2 бала. Естеміз. Яқа деп жазамыз? 2 деп жазамыз. Жарайсыңдар. Ал енді? Тамаша. Жарайсыңдар. Кім болды екен? Болғандар орынға отырып қол көтереміз. Кәні? Болдық па? Жарайды. Қолды ручкамызды қоямыз. Тамаша. Енді мен ортаға оқын деп шақырамын. Есепті айтамыз. Инабат пен бақытбектен шығады. Кәні? Инабат бақытбектен шығады. Инабат бақытбектен шығады. Келі ойнап отырамыз. Солай. Қанша мен
Тамаша. Тамаша. Ал, айтамыз. Айтамыз. Яғни бізге апамызды, анамызды, әпшемізді санасақ үшеу, атамыз бен ағамызды, інімізді санасақ үшеу, үшке үш қосса қанша шықты? 6. Тамаша, отырамыз. Тамаша. Енді қарақат, еркеназ, айжұлды шыға ойында, келе ойында, тапсырмаларда келе ойында. Тамаша. Тамаша. Келе ойында. Тапсырмамен қойайын, сендер айтып бересіңдер балаларым. Ал айтқанда шетке тұрамыз. Я, шетке тұрамыз. Вот. Ал айтамыз қанша? 1. Я, қосасың қанша? Тең қанша? 2-ге 1-ді қосса қанша болады? Молодец, 2-ге 1-ді қосса қанша болды бізде? 3 болды, отырасыңдар. Келесі. Келе ойындар, келе ой тапсырмады, я? Бұнда қоя саламыз, келе ой жаным. Келе ой. Сөйле жаққа қойып берейін. Ал бізге отбасы мүшесі, бұл мүшені берген екен. Қанша? Тең 4. Яғни бізде не дейді? Барлық 8 отбасы мүшесіне 4 адамымызды алатымызды қанша қалды? 4. Тамаша, отырамыз. Ал енді балалар, сергіп алайыншы өз бойымыздан бәрін орнымыздан тұрамыз. Бәрін орнымыздан тұрамыз. Ал енді не істейміз? Инада қараймыз. Бірге серт айтамыз, сәт істейміз. 1, 2, 3, бойға жинап күш. Секірем, тағы. 1, 2, 3, бойға жинап күш. Тағы. 1, 2, 3, бойға жинап күш. Тамаша, отырамыз. Ал енді балалар, есімдерге бір тапсырма беріп келеді. Балалар, бізде не? Құмыра, иә? Ал енді осы құмыраға балалар, астында қандай санын тұрсыңдар? 8, тағы да. 6, тағы да. 10, 4 көріп тұрыңыз. Енді сендер бұлай тапсырма беремін. Осы құмыраны бізде не тұру керек еді? Кім айтады? Гүл тұру керек. Яғни осы гүлді біз сендерге қазір гүл тарқатамыз, сол гүлдегі есепті дұрыс шығарып, не істейміз? Есепті шығарып. Теңдігі 8 болса 8-ге жақтырасыңдар. Теңдігі 6 болса 6-ға жақтырасыңдар. Теңдігі 4 болса 4-ге жақтырып кете бересіңдер. Түсінікті ме балалар? Ал енді сендерге тапсырманы тарқатып жүрейін. Жарай ма? Шығарамыз, балда есіп шығарамыз. Дұрыс. Қазір балалар сіздерге жетпей тапсырманы беремін. Есіп шығарамыз. Иә, мына гүлімізді жайқалтып біз өсіруіміз керек. Шарт болғандар ағаймен шарт қойын деп айтыңдар, жарай ма? Шарт қойдым. Шарт қойдым. Бұны кел жақсырамыз. Келе қойыңыз. Келе қойыңыз. Жақсырамыз. Я, теңдігі 8-ге 8, теңдігі 6 болса 6-ға жақсыра беріңіз. Жарай.
тамаша. Сегіз шықты, иә? 4 шықты, тамаша. Тамаша. Яғни қанша? 8 қақта бізде. Мына қанша бізде? 6. Яғни 8 үш жерге жабыстырады. Үш жабыстырады. Зере, сенде қанша қолыңдағы? 6, иә? 6 қай жерде бізде? Мына базаға жабыстырады екенбіз, иә? Жабыстырады. 10 ба? 10 болса, 10 деген базамыз қатты келеді. Қазір неге жабыстыра саламыз, иә? Келе ол. Жабыстыра береді. Асыл жақтасын бар ма? Ал балалар, тамаша. Бүгінгі біздің сабағымыз болмады ма? Иә. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, алдарындағы сіздерде барлықтарына мынандай есеп парағы бар ма? 1, 2, 3, 4, 5 деген бар ма? Осыны бір-біріне сәйкестендіреміз. Яғни бір санына міне енді 1 деген қандай зат тұр? Бүйтіп қосамыз. Я деп қосамыз. Бастаймыз. Бір деген сан беріңіздер. Берем. Ескендіріміз бірде орында келді тапсырманы. Тамаша. Келесі. Ай жұлдызымда. Тамаша ай жұлдыз. Келесі. Кесесіз. Қарақат саны есептеді балалар. Балалар несіндері тапсырма айтып келіп отыр. Ең соңғы тапсырма. Қараймыз. Бәріміз қараймыз. Бізде қоянда не тұр? Қараймыз бәріміз. Басталады да, одан кейін не шығады? 3 бұрышымыз шығады. Одан кейін біздің 4 бұрышымыз басталады да, тағы не шығады балалар? 4 бұрыштан кейін не шығады? Домалақ шеңбер шығады. Біз сәл шатасып қалдық, балалар. Шеңберден кейін бізде 3 бұрыш кетеді, 4 бұрыш кетеді. Тағы не шығады бізде 4 бұрыштан кейін? Шеңбер шығады. Шеңберден кейін бізде қайтып 3 бұрыш шығады. Дұрыс па балалар? Дұрыс па балалар? Яғни бізде не болды бізде? Бұл жерде фигуралар қайталанып келді. Қайтып бәріміз қолмен айтамыз, даусымыз шығады. Шеңбер. Біздің есеп шығарғанда кім туралы таныстық? Отбасы. Отбасын тағы аты көтейші кәні. Отбасымыз кімде? Тамаша. Біз өз отбасымызды жақсы көреміз ба? Иә. Жақсы көреміз. Ал енді жақсы көрсек балалар, біз барлығымыз өзіміздің отбасымызға деген сүйіспеншілігімізді, отбасымызға деген махаббатымызды смайли арқылы көрсетейікші кәне. Бәріміз көтереміз. Көңіл күйіміз жақсы ма? Иә. Жақсы. Бәріміз өз отбасымызды жақсы көреміз ба? Иә. Тамаша балалар. Яғни балалар, өз отбасымызды жақсы сүйіспеншілікке бөліп, тек қана жақсы қарастыруымыз керек. Рахмет балалар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Отбасы туралы біле алдыңдар ма? Иә. Отбасы мүшелерін қосып азайта аласыңдар ма? Иә. Фигуралар тізбектерін тізбектей аласыңдар ма? Иә. Тамаша балалар. Ал енді сендерге алдағы жолға үлкен сәттілік тілеймін. Сау болыңдар балалар. Рахмет. Отырамыз.